Құрметті қазақстандықтар, құрметті сырбойлықтар, сіздерді алда келетін 6 шілде еліміздің бас қаласы, жас астанасы Астана күнімен құттықтаймын. Жалпы Астана біздің еліміздегі жас астанамыз, біздің қазіргі таңдағы болашағы жарқын қалаға айналған елордамыз. Сонау 1832 жылы Қараөткел шатқалында Ақмола бекінісі болып құрылған қаламыз қазір үлкен осы Орта Азиядағы, Қазақстан орта ірі қалалардың біріне айналып отыр. 1863 жылы арнайы Ақмола округінің орталығы болып саналды. Кейін кеңестік кезеңде осы тың және тыңайған жерлерді игеру мақсатындағы үлкен осы Целиноград қаласы болып, осы жердегі көптеген осы қазақстандықтар осы тың және тыңайған жерлерді игеру мақсатында сол жерлерге қоныстанды. 1900 тәуелсіздік алғаннан бастап осы біздің мемлекетіміздің алдында үлкен таңдау тұр. Жаңа Астана жасау тұр. Яғни Алматы үлкен шаһар, миллионнан астам тұрғыны бар қала. Сондықтан осы елдің орталығына Астананы жасау үлкен бір маңызды қадамдардың, маңызды шешімдердің бірі болды. Міне сол 98 жылы алғаш 10 маусымда осы Астана күні аталып өтілді. Содан бері осы келе жатқан Астанамыз қазір өзінің шарықтау шағында, жалпы даму үстінде, осы еліміздің экономикалық дамуына өз үлесіп келе жатқан біздің елордамыз. Осы қазіргі таңда елордамыздағы әсем ғимараттар осы еліміздің бас қаласы Астанаға көрік береді, үлкен көрік береді, және еліміздің экономикалық дамуына. Мысалы 90 тәуелсіздіктің алғаш жылдарында сол елордада, Целиноград қаласында 290 мың халық болса, қазіргі таңда 1 миллион астам үлкен мегаполиске айналды. Бүкіл Қазақстаннан жастар сол үлкен қалаға, Астанамызға білім алуға, сол шаһарда жұмыс жасауға барып, осы қаланың өзінің дамуына, экономикалық жолы еліміздің дамуына үлкен өздерінің ықпалдарын тигізіп жатыр. Жалпы осы Астанаға қарап бүкіл біздің еліміздегі басқа да облыс орталықтары, қалалар бет түзеп келе жатыр. Қазіргі таңда осы Астана жарқын болашақтың қаласы. Бүкіл келген шетелдіктердің бәрі осы біздің Астанамыздың күннен күнге, жылдан жылға көркейіп келе жатқан әсемдігіне таң қалып, осы жақсы ойларын, пікірлерін айтуда. Барлықтарыңызды осы Астана күнімен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, құт береке, еңбектеріңізге табыс тілеймін.